Осы балабақшада ашылғаннан бастап жұмыс істеп келе жатырмын. Осымен осы жылы 4-ші түлектерді шығарып саламын. Еңбек өтілім 32 жыл. Диплом алғаннан бері тәрбиеші болып жұмыс атқарып келемін. Бұрындар мен ауылда тұрғанда балабақша болмайтынды. Сол қалаға барғанда балабақшаны көргенде сондай қызығатынмын, осындай жерде істесе ғой деп армандайтынмын. Сол арманымды орындап, мектепке дейінгі тәрбиеші болып оқуға түстім. Содан бері мен жұмыс атқарып келе жатырмын. Арманым орындалды. Басқа жұмыста өзімді ойламаймын да, сол істей аламын. Маған осы жұмыс өзіме ұнайды. Балаларды жақсы көремін. Балалар да өзіме ұмтылып тұрады. Бар білген балаларға беруге тырысамын. Қиындықтар да бар, әрине. Оңай жұмыс жоқ қой. Бірақ енді сол қиындықтың бәрін жеңуге тырысамыз. Соған жұмыс жасаймыз. Әр бала, әр үйдің бір еркесі ғой. Сол ерке балаларды тәртіпке келтіреміз, білім береміз, қызықтыруға тырысамыз. Осы уақытқа дейін мен сол балалармен жұмыс атқарып жүрмін. 100-ге шақты бар шығар, көп болмас. Енді жылына біз 25 баладан шығарып отырамыз. Осы балабақшаның өзінде мен 5 жыл балабақшада осы ашылғанына 5 жыл, 4 жыл бойы мен түлектерді шығарып отырмын 25 баладан. 50 осы Нұрбалада 100 баланы шығарыппын. Қазіргі уақытта мысалы мынау кабель телевидение, телефон көбірек болып кеткендіктен балалардың креативтік ойлау қабілеттері төмендеп кетті. Мен сол жағына мен көп жұмыс атқарып жатырмын. Балаларды өз ойларын айта білуге, жаңашыл болуға, мүмкіндіктер балаларға өз мүмкіндіктерін көрсете білуге, стандартты түрден тыс ойлай алуға сондай жағдай жұмыстар жасап жатырмын. Шарипова Гүлнар Кабыкенқызының жүрек қалауымен таңдап алған мамандығы тәрбиеші мамандығы. Өзінің ұстанымы жауапкершілікпен қарау. Ол кісі өте жауапты, білікті, білімді педагог. Тәрбиешінің бірі бірегейі деп айта алар едім. Мен Гүлнар Кабыкеновнамен осындай бір салада жұмыс жасағанына өте мақтан тұтамын. Өте жастарға берер мол, білімді, жаңашыл. Алдағы уақытта әріптесіме тек қана шығармашылық табыс, биік шыңдарды бағындыра берсін деп ойлаймын. Мен Шарипова Гүлнар Кабыкеновнаны 6 жылдан бері білемін. Осы уақытта мен ол кісіні жас балалардың, жаңа өзінің бүлдіршіндердің жүрегін тани білетін, өзінің алдында отырған кішкентай бүлдіршіндерді бірінші күннен бастап өз баласындай күтетін, соларға білім, тәрбие беретін зор тұлғалы ұстаз деп айта аламын. Гүлнар Кабыкеновна ол жаңашыл, шығармашыл, әрқашанда жаңа заманға лайықты инновациялық технологияларды тауып, соны өзі жинақтап, әріптестерінің арасында да, осы ұжымның арасында да, және өзінің балаларына да, ол кісі әрқашанда мектеп алды топтарда жұмыс істейді көбіне. Сол балаларға мектепке дайындағанда сол заманауи инновациялық технологияларды пайдаланып, балалардың қызығушылығын арттырады.